Мына сүйекті мұжыған адамның тісі мықты болады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз Алматы қаласының қақ төрінде Бауырдақ деген қазақ фастфуд мейрамханасындамыз. Біз бүгін бауырларымызбен осында келіп отырмыз. Сүйек мұжисіз бе деген тамаққа тапсырыс бердік. Кешегі ақтан берді бабамыз айтқандай, май жемесе қонағым, қан жемесе барағым, оң кісіге татылса бір кісілік тамағым деп жырлағандай, мынау өзі тойымды өте керемет тағам. Сүйекті мұжу қазір дәстүрден қалып бара жатыр. Балаларымыз сүйек мұжымайды. Егер сүйек мұжыса, тістері мықты болып өсетін еді. Мына жақ сүйектері сөйлеген кезде әріптер анық шығады, тістері мықты болады, кальций көп болады бойларында. Сүйек мұжу өте керемет дәстүр. Кішкентай балаларымыздан бастап, ата-бабаларымыз сирақты мұжыткен сияқты, үлкен жігіт болған кезде, отау құрған кезде қонаққа шақырып, алдыларына әрқайсысына бір-бір жілік қойған. Жіліктің майын беріп асыраған деген сияқты, жіліктің майын жеген адамның күш қуаты, буындары, сүйектері өте мықты болады. Сондықтан да осы асты жеп, соның құнарымен денсаулықтарыңызды мықты бекем қылыңыздар. Қазақтың әрбір ұлттық тағамы денсаулыққа пайдалы. Қазір жаңа бір керемет акция жүріп жатыр. Кімде-кім 10 000 теңгеден асатын чекке тамақ ішіп, iPhone 15 деген ұялы телефондар жүлдеге тігіліп жатыр. Құрметті достар, мінекей шегіміз 10 000 теңгеден асқан екен. Телефонымды жаздым. Енді ұтыс ойынына саламын. Құдай бұйырса, сіздерге де сәттілік тілеймін барғайсы. Бисмилла.